Бүгінгі видеомда эссенің кіріспе бөлімінің қалай жазылатыны туралы пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Эссе кіріспеден негізгі бөлім және қорытынды бөлімнен тұратынын өзің де білесің, бірақ әлі жазған эссең ойдағыдай шықпайды. Неге? Себебі эссе жазу үшін эссе не екенін білу жеткіліксіз. Қай бөлімі қалай жазылатынын дұрыс үйрену керек. Эссе сұрыптап сүзілген естісөз видеолары эссенің қандай бөлімдерден тұратынын айтып қана қоймайды, қай бөлім қалай жазылатынын анық көрсетеді. Эссе деген не екенін өзің де біле тұра, эссені дұрыс форматтағы қалай жазылатынын қарайтын видео іздеп жүрсең, эссе сұрыптап сүзілген естісөз видеоларынан үйренуге болады. Естісөз каналыма жазылып, ұнаса лайк басып, басқалармен де бөлісе кетіңіз. Эссе кез келген шығармашылық түрі секілді кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұрады. Біз мектепте әдебиет сабағында аттестациядан өткенде жазып жүрген эсселерде жалпы 4-5 абзац болады. Бір абзац кіріспеде, бір абзац қорытынды бөлімде, негізгі бөлімде 2, дәлел келтірсең барлығы 4 абзац, негізгі бөлімде 3 дәлел келтірсең 5 абзац болады. Эссе жазар алдында не жазатыныңды ойша белгілеп алу немесе бір жерге конспектілеп жазып алудың пайдасы көп. Не жазатыныңды белгілеп алған жоспар эссені бір-бірімен байланысты жинақы жазуыңа көмектеседі. Не жазатыныңның жоспарын белгілеп алуды мынадай мысалмен салыстырып қарасақ, айырмашылығы анық көрінеді. Жолға шықтың делік, қайда баратыныңды және жүретін маршрутыңды белгілеп алсаң, баратын жеріңе адаспай, тура және тез жетуіңе кепіл болады. Жоспар құрғанда мағлұматтар логикалық реттілікпен жоспарлану керек. Бұл эссе жазу барысында жазылатын негізгі ойдан ауытқымауға көмектеседі. Алдағы уақытта нені қандай ретпен жазатыныңды көрсетіп тұрады. Қайда баратыныңды білмей, бір жерге барып, содан кейін, мен басқа жерге баруым керек екен ғой деп қайта айналып жүрсең, баратын жеріңе кешігіп барасың, немесе мүлдем бара алмауың да мүмкін, босқа уақыт жұмсайсың. Сондықтан тақырыбыңа байланысты не жазатыныңды ойша белгілеп алсаң, жұмысың жеңілдейді. Эссенің кіріспе бөлімінде эссенің тақырыбында айтылған мәселеге сенің өзіңнің тікелей қатысың туралы жазасың. Менің атым Қожа фильмдегі Рахманов ағай айтқандай: жазбастан бұрын алдымен жақсылап ойланып алыңдар. Әрине, әрқайсыңның армандарың көп, соның ең негіздісін, ең бастысын таңдап жазыңдар. Әркім өз арманын жазады ғой. Эссе тақырыбына тікелей қатысыңды, көзқарасыңды анық ашық білдіру үшін ең алдымен эссе тақырыбы сенен не сұрап тұр? Эсседегі сұраққа, мәселеге, көзқарасқа сенің пікірің қандай? Осыны анықтап, нақты түсініп алу шарт. Ол үшін мына сұраққа жауап бер. Эссе тақырыбы сенен не сұрап тұр? Қандай мәселе туралы көзқарасыңды жазуыңды талап етіп тұр? Соны анықтап ал. Эссе тақырыбын бірнеше рет қайталап оқы. Тақырыпты түсініп, мәселенің не туралы екенінің басын ашып ал. Жалпы кез келген нәрсе көбірек жасап көру арқылы шыңдалады. Адам неғұрлым жасап көрген сайын төселіп, шебер бола түседі. Сондықтан эссе кіріспе негізгі бөлім қорытындыдан тұрады деп құры сөзбен айта бергенше, нақты эссе жазып қарайық. Осы айтқандар үлгі ретінде берілген, жақсы ұстаз туралы пікіріңді білдіретін эссенің кіріспе бөлімі қалай жазылғанына қарайық. Кіріспеде сенің эссеңді оқығанда іліп түсетін, көңілін бірден аудартатын сөйлеммен бастауға болады. Ұстаздың жаманы болмайды. Жаманы болса, ол ұстаз болмайды деген сөйлемде жақсы ұстаз туралы ойларыңды жаман ұстаз болмайды деу арқылы контраст жасап, яғни бірден қарама-қарсы жағын айту арқылы айтылған ойың әсерлі шығады. Режиссер Дэвид Линчтің жазу туралы айтқандай, үлкен балықты ұстау үшін лақтырған қармағың сенің қызықтыру сөйлемің болады. Өркениетті елдің озық тұлғасын қалыптастыруда мұғалімнің еңбегі үлкен екені сөзсіз деген сөйлемің эсседегі жалпылама сөйлем. Тақырып туралы оқушыны дайындайтын ақпарат болатын пікір. Бұл сөйлемде тақырып неге маңызды екенін жазасың. Жақсы ұстаз маңызды деп жазбайсың. Маңызды екенін сен өзіңнің қатысыңды білдіре отырып жазасың. Айтушы эссе жазып отырған адам, яғни сен. Өркениетті, мәдениетті қоғамда ғана жақсы ұстаздың рөлі көрінеді. Осылай үйдің фундаментін қалап алған секілді эссенің фундаментін қалап аласың. Ұстаздың қоғамдық деңгейдегі байланысын көрсетесің. Білімді, рухани кемелденген, талант пен өнерді серік еткен, ізденімпаз, шығармашыл мұғалімнің қоғамда ғана емес, жеке адам өмірінде де орны ерекше деген тезис сөйлем. Эссең осы жайында болады.
Жақсы ұстаз сенің ойыңша білімді, рухани кемелденген, талант пен өнерді серік еткен, ізденімпаз, шығармашыл деп анықтап кеттің. Және осындай қасиеттерге ие ұстаз қоғамға пайдалы болумен қатар жеке адам өміріне де әсер ететін адам екендігі туралы жазасың. Кіріспе бөлімде айтқан жақсы ұстаз қоғамға пайдалы болумен қатар жеке адам өміріне де әсер ететін адам екендігі туралы пікіріңді негізгі бөлімде 3 дәлел келтіріп дәлелдейсің. Қорытынды бөлім кіріспе бөліммен байланысты түрде жазылады. Жақсы ұстаз қоғамға қандай пайда береді? Өз өміріңде, өз еліңде жақсы ұстаз болсаң, қандай пайдаң тиеді? Жоғарыда жазған пікірлеріңді қорытып кетесің. Кіріспе мен қорытынды бөлім бір-бірімен тығыз байланысты жазылады. Видеоның соңында үлгі ретінде берілген жақсы ұстаз туралы пікіріңді білдірген үлгі эссені егер оқушы болсаңыз өзіңізге жазып алып, бүгінгі видеода айтылған эссе бөлімдерінің ішіндегі кіріспе бөлімінің қалай жазылғанын қарай аласыз. Ал мұғалім болсаңыз, балаларға эссе жаздырғанда неге аса мән беру керек екенін көре аласыз. Ес-түссіз каналыма жазылып, лайк бассаңыз, эссе жазудың қыр-сырын айтатын эссе сұрыптап сүзілген ес-түссіз курсының келесі видеосында эссенің негізгі бөлімі қалай жазылатыны туралы пайдалы кеңестермен бөлісетін видео сабағымда елдің алды болып көре аласыз. Эссе жазу туралы айтқан кеңестерім пайдалы болды ма? Келесі видеода қандай тақырыптарға үлгі эссе жазайық? Астына комментарий қалдыра кетсеңіз, бірге эссе жазып талдайтын боламыз.